Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш қазақ конкишісі. Тілдік бағдарымыз ырықсыз етіс. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау, етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ендеше оқушылар, ой шақыру әдісі бойынша мына сұрақтарға ауызша жауап береміз. Мәнерлеп сырғанау әдісі туралы не айтасың? Әлемдік, қазақстандық конки шеберлері кімдер? Олар туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыздар балалар. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен. Ендеше Денис Тенге байланысты бейнежазбаға назар аударамыз. Денис Тен ауыр жарақаттан көз жұмды. Қазақ елінің мақтанышы, дарынды спортшының өмірі небәрі 25 жасында қиылды. Қайғылы жағдайға оқыс оқиға себеп болған. Қысқы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, 7-ші Азия ойындарының чемпионы, әлем біріншіліктерінің жүлдегері Денис Теннің есімі әлемге танымал. 8 қырлы бір сырлы жерлесіміз спорттағы жетістіктерімен қатар қоғамдық өмірде де ерекше белсенділік танытты. Соңғы кездері жанкүйерлерін өзі жазған әндерімен қуантып жүретін. Мәнерлеп сырғанау спортының ең жарқын жұлдыздары оның Денис Тен және достар атты думанына ерекше ықыласпен қатысып, қолдау көрсетіп келді. Мәнерлеп сырғанаушы өмірге деген құштарлығымен ерекшеленетін, жаңа белестерді бағындырудан талмайтын. Оқушылар, сіздер қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен туралы мәлімет алдыңыздар. Ендеше бүгінгі біздің тілдік бағдарымыз ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс туралы бейнежазбаға назар аударамыз. Ырықсыз етіс. Іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі арнайы айтылмай, өздігінен істелетіндігі көрініп, ыл, іл, ыл. Түбірдің ішінде ыл дыбысы болса, ын, ін, ын жұрнақтары арқылы жасалатын етіс түрі ырықсыз етіс деп аталады. Ырықсыз етіс тек сабақты етістіктен жасалады, және өзі жалғанған сабақты етістікті салт етістікке айналдырады. Үй тазаланды, ғимарат салынды, тағы басқалар. Тілдік бағдармен таныс болсақ, ендеше оқушылар тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма. Төмендегі етістіктерге ырықсыз етіс жұрнағын жалғап, сөйлем құрастырыңыздар. Жазу, түсіру, тарану, шығару, түсіндіру, дайындау, қайтару, беру, көрсету, шешілу. Келесі тапсырма оқулығымыздың 142 бетіндегі 3-ші тапсырма. Мәнерлеп сырғанау өнерінің шебері тақырыбында диалог құрыңдар. Диалогте етіс жұрнақтарын және төмендегі сөз тіркестерін қолданыңыздар. Төменде сөз тіркестері берілген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.